Мойын омыртқасындағы табиғи иілімнің жоғалуы, яғни табиғи иілімінің түзуленуі денсаулыққа қандай зиян келтіреді? Бірінші бөлім мойын омыртқасының физиологиялық иілімі, яғни лордоза бас пен мойынға түсетін механикалық жүктемені азайтып, дене тепе теңдігін сақтауға көмектесетін табиғи құрылым. Мойындағы омыртқа иілімінің жоғалуы немесе омыртқа кері иіліп артқа қарай дөңестеніп шығуы, яғни мойын гиполордозы төмендегідей түрлі зиян келтіреді. Бірінші, басқа түсетін соққыны азайту қабілеті төмендейді. Мойын омыртқасының табиғи иілісі жоғалғанда ол бас пен миға түсетін күнделікті микросоққыларды, мысалы жүру, секіру, жұмыс істеу кезіндегі соққыны жеңілдете, яғни жұмсарта алмайды. Екінші, мойын бұлшықеттерінің шаршауынан, қажуынан және зақымдануынан болған мойын бұлшықеттерінің қатаюы, сіресуі нәтижесінде бұлшықет балансы бұзылып, мойын, иық, жауырын және қолда ауырсыну, сіресу, қозғалыс шектелуі сияқты белгілер пайда болады. Бұл мойын омыртқасының бұлшықеттеріндегі миофасциалды синдромы деп айтылады. Үшінші, омыртқа артериясының қысылуы, бірақ бұл позвоночная артерияның атеросклероздан тараюы емес. Мойын омыртқаларының иілімі өзгергенде, омыртқа сүйегімен бірге оның бүйірлік өсіндісіндегі тесіктің орналасуы да өзгереді. Бұл омыртқа артериясының қысылып, миға қан жетіспеуіне әкеледі. Нәтижесінде бастың айналуы, теңселу, құлақтың шыңылдауы немесе шуылдауы сияқты белгілер пайда болады. Қорытынды, мойындағы омыртқаның табиғи иілісінің жоғалуы немесе кері иіліп, артқа қарай дөңестеніп шығуы жай ғана көріксіздік, ыңғайсыздық ғана емес. Бұл көптеген бұлшықет пен жүйке жүйесінің зақымдануына себеп болатын маңызды патологиялық өзгеріс. Ерте назар аударылмаса, асқынған жағдайлар ауыр әрі қайтымсыз болуы мүмкін. Ең бастысы дұрыс дене қалпын сақтау, үнемі қозғалыста болу, емдік жаттығулар жасау арқылы мойын бұлшықеттерін күшейту және алдын алу, емделу шараларын уақытында қабылдау.